құрметті әріптестер және оқушылар. Біз сабаққа дайынбыз ба? Иә. Ал ендеше бірінші біз амандасып алайық. Мен қолымда мынадай көбейік, көбейік әдісімен амандасамыз. Яғни бұл жерде неше түрлі смайликтер, суреттер тұр. Қолдарыңа қандай сурет түседі, сол суретті бір-біріне көрсетесіз. Мысалға, нәзік мен біріншіде саған лақтырамын. Сенің қолыңа қандай сурет түседі, сонда нұрсатқа қарап көрсетесіз. Жақсы ма? Кәне шеңбер болып тұрайық, ал кеттік. Қандай? Аға, Нұрсатты құшақтайсың. Келесі, енді Нұрсатқа лақтырасың. Мақтау. Енді сен Аделияны мақтайсың. Екен бірімізді. Жақсы. Әдеге қошемет жап қояйық бірімізге шапалақтап. Рахмет. Бағалау үшін біздің міне осындай домбыра түрінде өзіміздің ұлттық құндылығымыз домбыра әдісімен осы сабақты бағалайтын боламыз. Алдыңызға беріп қояйын. 10 балдық жүйемен сабақтың қалай? Осы қағаздың астында жаңа сабақтың тақырыбы тұр. Бұны қалай табамыз? Бұл қағаздың астынан сотпайыңыздың фонаригін жағып, бұлай қарайсыздар. Фонарик әдісі яғни. Астынан. Фонариктен астынан қарайсыздар. Сол кезде сабақтың тақырыбы шығады. Фонарик жағамыз астынан. Аделия сен қарай ғой. Сәлем саған туған ел. Бүгінгі яғни үйренетін біздің әніміз Сәлем саған туған ел. Бұл әннің авторларымен алдымен таныс болайық. Ақпанның 1946 жылы Қызылорда облыстық Қазалы ауданы Пірімов ауылына дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Парасат құрмет. 1984-97 жылдары Қазақстан мемлекеттік телерадио комитеті эстрадалық симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижердің қазақ музыкасына қосқан үлесі зор. Бала кезінен домбыраға әуес болды. Оқушылар мына осы Сәлем саған туған елдің сөзін жазған Атқан Жұмысбай Сариф туралы шамалы бейне жазулар, соған назар салайық. Сесекей бұл Сәлем саған туған ел әнінің авторы. Енді біздер сөзінің авторымен танысайық. Сөзін жазған Шөмішбай Нағашыбайұлы Сариф. Өмірбаян мұқият ұстап қарап алыңыздар. Қазір соңында осы өздерің оқыған осы мағлұмат арқылы сұрақтар берілетін болады, соған жауап береміз. Ендеше осы Сәлем саған туған ел әнін ең алғаш орындаған әншіміз Роза Рымбаеваның орындауындағы әнді экранға зер салайық. Жетекшісі болған. 20 жылдай қазақ эстрада симфония оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі осы әнді үйренбес бұрын біз не істеуіміз керек? Даусымызға нені кетіруіміз керек? Даусымызды кетіруіміз керек, распевка жасауымыз керек. Енді шамалы распевка жасайтын боламыз. Бірінші жаттығуымыз аузымызды жабамыз және ауа толтырамыз, дыбысты ерніміздің арасынан шығарамыз. Иығымызды көтермейміз, демді ішімізге жинаймыз. Және стаккато, яғни бірінші байланыстырып, одан кейін түп-түп айтамыз. Жақсы ма? Енді даусымызды шығарамыз, демді ішімізге жинаймыз, иығымызды көтермейміз. Жаттығымыз бізде сольфеджио жатамыз, яғни мына қолдарыңа қазір нота берем, содан қарап тұрып айтасыңдар. Міне қараймыз. До ре ми ре до. До ре ми фа соль фа ми ре до. Жақсы? Балалар, бүгінгі ендеше Сәлем саған туған ел әнімізді үйреніп көрейік, бірінші шумағын жайлап бүгін бастап үйреніп боламыз.
қолдарына бастап ала қойыңдар. Ең бірінші сіздерге өзім айтып беремін, содан кейін қайталайтын боламыз. Сыр бойындай баулардан, алатаудай таулардан, сарыарқадай даламнан, теңіз Каспий аралда. Төлегенде төліктей ұл-қызы бар елімнен, жұлдызы бар жерімнен. Сәлем саған туған ел. Аспаны бір, күні бір, жұлдызы бір, түні бір, арманы бір, сері бір, даласы бір, гүлі бір. Сыр бойындай баулардан, алатаудай таулардан, сарыарқадай даламнан, теңіз Каспий аралдан. Баян сұлу жібектей төлеген. Кішкене бойымыз сергіту жаттығуын жасап алайық, иә, яғни ырғақты іс-қимылдар. Ол өзімізге пайдалы ырғақты сезінуді қалыптастырады, сонымен қатар кішкене бойымызды сергітіп аламыз. жылы 10 ақпанда Қызылорда облысы Қазалы ауданы Пірімов ауылында дүниеге келді. Нәзік өте дұрыс. Қызылорда облысында дүниеге келген айтпай қалдың, иә сен? Жақсы. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қолдарыңызға қазір мынадай стикер береді. Осы стикерді мына тақтада тұрған суреттерге жабыстырамыз. Яғни бірінші флешкаге сабақ ұнады деген жабыстырасыздар. Ал ұнамаған болса қоқыс жәшігіне жабыстырасыздар. Ал егер түсінбеген болсаңыздар, онда мына ет тартқыш мясоркаға жабыстырасыздар. Жақсы ма? Ал қолдарыңызға стикер ала қойыңыздар. Стикерді алып, қай суретке жабыстырғаныңыз келсе, соған жабыстыра қойыңыздар. Яғни бәріңізге де сабақ ұнады деген сөз, иә? Ендеше бүгінгі біздің ашық сабағымыз өз мәресіне жетті. Келіп қатысқандарыңызға сіздерге де, әріптестер сіздерге де көп рахмет.